Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен мамықтай жұмсақ пеште пісетін картоп қосылған пирожки дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Үстіне ашытқы, қант және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Ұнды електен аз-аздан өткізіп отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілгенше 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін картопты толықтай піскенше суда қайнатып аламыз. Езіп пюре жасаймыз. Үстіне сүт құямыз. Майдалап туралған аскөк, дәміне қарай тұз және қарабұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көтерілген қамырды теңдей кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Бетін жауып, тағы да көтерілгенше 5 минутқа қоямыз. Қамырды бір-бірлеп шұқалап жайып шығамыз. Ортасына салмасын салып, пирожкиді түйеміз. Пирожкидің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қысып тұрған пеште 25-30 минутта пісіреміз. Пирожки өте дәмді болып шығады, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттер болады, сол себепті арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сымбат, қош сау болыңыздар.